Әке мен бала. Әке, Ау балам, давай секіріп, мен қарап тұрмын жақта. қара мен үйрендім мен. Мен бетіме күн түсіп тұр балам. Давай, секір ал. Давай, бір, Давай. екі, Көрейік сен қалай үйренгеніңді. үш. О, оппа. Так, міне балам жүзіп келе жатыр жақта. Шық. Давай. Малды үйреніп алдым, әке. Жарайсың балам, Қара жарайсың. күшті кайф екен ау. Суға түсейін şimdi. Так, жарайды, мен де түсейін, ә. Так, мен жақтан секіріп түсейін қазір. Оппа. Әке, Так, мен оп. бұрын мықты жүзгіш болған ғой. Давай, әке. Давай, көтер, сен білесің. Қандай керемет. Так, қара балам. Судың астымен сен жаққа барам, қара. Давай, түсініп кел, давай. 3. Қайдасың? Міне. Әке, сен судың астына төрің қорқынышты ғой. Уже Кетме, шығам. уже жасымыз келгеннен кейін Ой, нашпанеттім. Опа. Шықтым мен. Ё-май, күшін алды ғой. Қол аяғым талып кетті. Сен мен айтсайшы балам. Жасым келгеннен кейін уже әрең жүзіп тек шыға алмай кеттім ғой. Сен жап-жас болып, сен шыға алмай жақтан не болды саған, а? Әке, каникулдан жалып кеттім, аяқта ешкім жоқ, ойнайтын бала жоқ. Иә, бірақ ешкім жоқ бұл жақта. Иә. Әлі көршілер көшіп келмеген шығар, кім біледі әлі. Әкен, бәрі қанша теңгеге шықты, сіздің ақшаңыз бітті ғой уже. Иә, балам, өте қымбатқа шықты. Қараңшы, китайский лампалар іліп қойдыңыз даже, китайский тез жанып кетеді. Тез жанбайды балам, енді уақытша ғой бұның барлығы. Көре жатармыз енді алдағы уақытта. Бизнес бастағым келіп жүр, мен сондай бір ойым бар да баламшы. Сен маған көмектесесің ба? Бизнес? Иә. Давай, мен көмектесем. Әке, мен не дегенмен проның әйелінен туылғам ғой. Басым сүйіп мен. Жарайды балам, жарайды. Так. Бай боламыз бар. Кел, отырш балам, саған бір әңгіме бар. Кел. Оппа. Не болды, әке? Артқа қарап отырып алғаныңа қалай кетсен балам? Ё-май. Ал, айта бер, әке. Так. Балам. Күрет. Жот анау, ыңғайсыз анау орын. Балама не болды менің, а? Енді кішкентай бала емессің дегендей. Иә, өстім ғой, 13-ке толамыз скоро. Иә, балам. Енді көшіп келгенімізге 3 күн болды енді. Уже 4-ші күн кетіп жатыр дегендей. Иә. Сенің әкең жұмыстан шықпақшы, балам. Неге? Ақшаң болмай қалды ертең. Иә, бірақ ақша болмай қалатын. Бір нәрсе қыламыз енді. Мен балам бизнес бастағым келіп жүр, жота. Малмен айналысқым келіп жүр. Қойш. Қазір білесің ғой, малдың өзі қымбат қазір. Қой, сиыр, жылқы деген бәленбай ақша тұрады. Әке, иә, қой, сиырлар қымбат. Шошқасы сатайық та бірінші. Шошқа не істейсің балам? Біз мұсылман емеспіз ғой. Шошқа деген харам нәрсе ғой. Айтушы болма шошқа деген нәрсе. Балам, сен в общем, кеше ғана темекі тартып тұрып едің ғой, мұсылман емессіз. Болмайды ғой, ол да харам ғой. Болды ғой балам. Болмайды. Малмен айналыссам ба деген бір ой бар енді балам. Қалай қарайсың сен мал дегенге? Негізі мал дегенге жақсы қараймын, бірақ қора салу керек қой, әке. Қора жоқ бізде. Ол жағын бір нәрсе қыламыз. Материал алу керек. Строй материал жаққа барып бір нәрсе алып келіп, в общем. Бірақ мен енді банкке сақ болған ақшаларым бар кішкене. Жұмыс істеп тапқан. Әке, бірінші түсініп тұрған шығарсың. Тауықтан басайық. Қалай қарайсың? Тауық арзан тұр. Тауықты енді кішкене енді жұмыстан вахтадан шығып, кішкене өзімнің үй жағымда, өзімнің родной районымда дегенде сенің жәнінде болам балам. Сені ешкім қорқытпайды. Сенің қасында мен бармын дегендей. В общем, сөйтіп жұмыстан кеше шығып кеттім енді. Қол қойып, сен кеше ұйықтап жатқан кезде азанмен мен барып келдім сол. Бәсе. Өзімнің көлігіммен.
Мопедтердің бәрі күннің астына тұрып қалып еді. Соңғы сіз мына көлеңкеге суға қойыпсыз ғой. Иә. Дұрыс. Сол енді жағдай солай болып тұр балам. Ең алдымен бизнеске бізге қора салу керек. Және де сен маған көмектесу керексің. Давай, қораны Осы дәл жақта осы жерге жүрген, салайық. Осы жерге иә, салайық. осы жаққа саламыз. Дәл осы жерге. Алдында жүрген малдарға қайырды екен? Ол кімнің малы екен? Құлақтарында бір нәрсе ілу тұрады, өзің білесің ғой, иә? Егер де ондай жоқ болса, онда бұл бөтен дегенде енді бос жүрген малдар десек те болады. Сол малдарды енді іздеу керек бізге. Бүйтейік. Сол малдарды ұрлап, қораңғанды көрмейтін жерге салып қояйық, иә? Соның ішіне тық қоямыз. Сосын бір ұзақ уақыт өткен соң сатып жібереміз, или базарға апарып сатып жіберейік. Иә, сөйтіп істесек те болады по идее. Так, жарайды балам, жүр кеттік. Так, бізде малдар қайда екен? Осы жақта алдында малдар жүреді бір. Алдында күн деген жанып тұр екен, балам. Күн ыстық болып тұр, что-то ыстық. Так, көршілер әлі келмепті. Нойдан адамдар қашан көшіп келеді екен, жалып кеттім мен яқты. Так, балам, мен түсінбеймін, что-то малдардың барлығы қайырға кетіп қалған екен. Білмеймін. Так, опа, мына қара балам. Не болды? Қара, нерде жол бар екен. Опа. О, мынаны қара. Мынау не екен тағы да? Мен аяқта материалдар дайын тұр ғой, әке. Балам, иә. Так, мынаны қара балам. Күрек. Так, мынаяқта кирка. Яғни тас қазатын нәрселер, құрылғылар барлығы жиналып тұр екен мынаяқта. Иә, мына жерге салып тақ қоямыз, сосын ешкім көрмейді мына жерден, қараңыз. Өте керемет болды екен ғой. Орманның ішіне салып тастасақ, осы жерге. Болды. Ал деген джекпот болды ғой, балам, джекпот. Иә. Сөйтеміз, а? Жарайды онда, балам. Иә. Тез. Қараңғы батпай тұрған кезде ердің барын істепсек, тез, ә? Давай. Так, жарайды балам, давай істепсек ал. Ой. Опа. Так. Жерді қазайын, әке, давай. Так, иә, қазайыр. Әке. Ау, балам. Шаршадым, я. Қорам бітті ғой, кім жасыта бересің маған? Бітірдік қой, балам, әрине бітірдік қой, 2 күннің ішінде тек. Маған да оңай дейсің ба, балам? Мен де шаршап кеттім, тек белімнен белі қамай кетті. Белім айналып кетті де, маған саламыз деп. Иә, еще ана далда жүрген тауықтардың швейлерін ұрлап кетіп қой екеміз. Енді ондай болып тұрады бизнес бастаған кезде, балам. Қара, зато әдемі шықты іші. Іші де керемет, сырты да керемет. Сонда швейлерден де жұмыртқа шыға ма не? Иә, енді бұлар туады. Бұларға жем береміз, суларын беріп тұрамыз ғой. Ты өзің бересің ғой, жарай ма? Сонда өскен кезде бұлар тауық болған кезде жұмыртқа береді бізге? Иә, бізге жұмыртқа береді. Біз жұмыртқаны не істейміз? Жұмыртқаны жейміз. Жейміз, сатамыз. Иә, сөйтіп кішкентай бизнес болса да ақша келеді бізге, иә? Мына жерге қойлар тұра ма, или сиырлар тұра ма? Сиырлар алып келсек болады, қойларды алып келсек болады. Бірақ, балам, ең жақсысы өзің түсініп тұрғандай жылқы әкелсек өте керемет болады. Давай. Бірақ жылқыны біз ақшамен сатып алу керекпіз ғой. Жылқы дегенге қазір бір машинаның бағасымен бірдей өте қымбат тұрады. Мопед сатып істейік та? Жоқ, балам, мопед сатпаймыз ғой біз. Болмай ма? Біз оны екеуміз бірге жасаған емеспіз ба? Иә. Біз оны екеуміз келісіп едік қой, сатпаймыз деп, балам. Жақсы. Так что, ол туралы ойламай қой. Сонда сары мопед forever дейсіз ғой. Иә. Жүктей күн жайлап батып отыр, балам. Иә, мопед не қарап қояйын мен. Жарайды, мен жағымды сояқ қойып қойын. Әйтпесе күннің астында тұрып шіріп кетпесе, тағы да. Иә, тиет қалды ертең, оранжевый болып қоймай ма? Шіріп кетсе дегенім ғой. Жарайды, жеге керек, балам. Қоя. Есік жаба сал. Демалайық, ұйықтайық. Ұйықтаймыз ба? Әлде кішкене тамақшы боламыз ба? Жоқ, тамақ бар ма өзі? Ұйқым келіп жатыр дейсің ба? Иә. Так. Давай, әке. Тоң асты қышқыды. Демаламау мен. Жарайды, балам, онда мен де ұйықтап алайын, біраз. Давай. Маза алайық.
Мя, мя, мя.